12-ші есеп. Бірінші ерітіндінің массасы 800 грамм және концентрациясы 40%. Ал екінші ерітіндінің массасы 1200 грамм және концентрациясы 15%. Осы екі сода ерітінділерін араластырғанда пайда болған ерітіндінің концентрациясы қандай болады? Біз сызбасын салып алайық түсінікті болу үшін. Бізде бірінші ерітінді бар және екінші ерітінді бар. Екеуін араластырған кезде бізде жаңа ерітінді пайда болады. Бірінші ерітіндінің массасы 800 грамм және оның концентрациясы 40%. Ал екінші ерітіндінің массасы 1200 грамм, ал концентрациясы 15%. Жаңа пайда болған ерітіндінің концентрациясы қандай? Бізге жаңа пайда болған ерітіндінің концентрациясын табу керек. Ал массасын біз бірден білеміз. 800-ге 1200-ді қоссақ 2000 грамм болады. Енді бізге концентрациясын табу үшін бірінші әрқайсысында қанша грамм сода бар екендігін табуымыз керек. Ендеше 800-ді көбейтеміз 100-ден 40-қа, 40%-ын тауып аламыз. Нөлдерді қысқартамыз, 8-ді 40-қа көбейтеміз 320. Демек 320 грамм бірінші ерітіндідегі сода. Екіншісі 1200-дің 15%, демек 1200-ді 100-ден 15-ке көбейтеміз. Нөлдер қысқарады, 12-ні 15-ке көбейту керек. Оны мұнда көбейтіп алайық. 15 көбейтілген 12. 2-ні 5-ке көбейтеміз 10, 0-ын жазамыз 1 ойда. 2-ні 1-ге көбейтеміз 2, ойдағымен 3. 1-ді 5-ке көбейтеміз 5, 1-ді 1-ге 1. Сонда 180. Демек 180 грамм. 180 грамм ол екінші ерітіндіде. Енді пайда болған ерітіндідегі соданы табу үшін біз 320-ға 180-ді қосамыз, ол 500 грамм болады. Енді қарайық үшінші амалда. Қарапайым пропорция құрамыз. Егер барлық пайда болған ерітіндіміз 2000 грамм болса, ол бізде 100% болады, ол бізде барлығы. Ал оның содасы 500 грамм. Осы 500 грамм қанша пайыз екендігін табуымыз керек. Ендеше 500-ді 100-ге көбейтеміз және оны 2000-ға бөлеміз. Нөлдерді қысқартамыз. Сонда 50 бөлінген 2 ол 25% болады. Демек, жаңа пайда болған ерітіндінің концентрациясы 25%. Нұсқалардың ішіндегі дұрысы Д нұсқасы.